отырар ауданы Шәуілдір ауылы. Өзбекәлі Жәнібеков атындағы нөмірі 4-ші жалпы орта лицей интернатының 4-ші Ә сынып оқушысы Ануарбек Талшын. Абай Құнанбаев. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиынынан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тек-тегі шымыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адам, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят хадис сөздің басы, қосарлы бәйітсімі келді арасы. Қисынымен қызықты болмаса сөз, неге айттым пайғамбардың оны алласы. Мешіттің құтпаққа ұмтыламасы, мінәжат уәлилердің сарнағасы. Бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақ парталасы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іш алтын су түкіміз сөз жақсысын, қазақтың келісімен қай баласы. Бұрынғы ескі бейді тұрсам барлап, мақалдап айтады ке сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қықты жоқтан қармап. Қобызбен домбыра топта сарнап, мақта өлең айтыпты әркімге арнап. Әр елде өлең менен қайыр тілеп, кетірге сөз қадірін жұртты шарлап. Мал үшін тілін безеп жанын жалдап, мал сұрап біреуді алдап, біреуді арбап, жат елде қайыршылық қылып жүріп, өз елін бай деп мақтап, Құдай қарғап.